Бүгінгі қарастыратын есебіміз S&P сайтындағы көп немесе аз деген есеп. Бұл есепті арифметика арқылы шығаратын боламыз. Грек тілінен шыққан арифметика сөзі сан дегенді білдіреді. Бұл сандардың және олармен байланысты болуы мүмкін барлық нәрсені зерттейді. Бұл сандарға әртүрлі амалдар, сандық ережелер, көбейту, алу және тағы да басқа байланысты есептерді шешу арқылы қолданады. Арифметика математиканың бастапқы қадамы және оның алгебра, математикалық талдау, жоғарғы математика және тағы да басқа сияқты күрделі бөлімдері үшін берік іргетас болып табылады деп жалпы қабылданған. Есептің берілгенін қысқаша айтып кететін болсақ, екі жолға екі түрлі сан беріледі және оларды салыстыру қажет. Екеуі тең болса тең деп, немесе біреуі үлкен болса үлкен деп, кіші болса кіші деп белгілеу қажет. Бұл есеп 10 цифрдан тұрғасын, біз айнымалылардан флот емес, децималды қолданатын боламыз. Бұл есепті шығару үшін Pythonдағы екі ондық санды жазамыз, оларды салыстырып, содан кейін экранға екінші санның бірінші саннан үлкен немесе кіші немесе тең екендігін көрсететін боламыз. Ең алғашқы біздің жазатынымыз from decimal import decimal. Decimal модулінен decimal класын импорттаймыз, ал decimal класы ондық арифметика үшін қолданылады. A тең decimal input жақшаның ішіне жазамыз және содан соң тағы екі жақша қоямыз. Бұл дегеніміз бірінші ондық санды пайдаланушының енгізуін сұраймыз деген сөз. Ал екіншісі b тең decimal input деп жазамыз. Бұл дәл жаңағыдай жазылады. Бұл жерде екінші ондық санды пайдаланушының енгізуін сұраймыз. If a үлкен b, print жақшаның ішінде тырнақшамен үлкен таңба жазылады. If арқылы екі санды теңестіреміз. B санынан A санына үлкен болса, үлкен деген таңба көрсетіледі. Ал керісінше жағдай орын алса, elifке өтеді. Else A-дан үлкен B, print жақшаның ішінде тырнақша арқылы кіші белгісі жазылады. Ал бұл жерде elif арқылы екі санды теңестіреміз. B санынан A саны кіші болатын болса, кіші деген таңба жазылады. Ал керісінше жағдай орын алса, elseге өтеді. Else қос нүкте және print жақшаның ішінде тырнақша арқылы тең белгісін жазамыз. Else өрнегінде алдыңғы жағдайлар орын алмаса, A тең B дегенді білдіреді. Бұл жағдайда тең белгісі көрсетіледі. Осылайша код пайдаланушы енгізген екі ондық санды салыстырады және экранға бірінші санның үлкен немесе кіші немесе екінші санға тең екендігін көрсетеді. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.